Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Егер де каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Ал бүгін сіздермен сүзбе қосылған пирог дайындаймыз. Жасалуы өте оңай және де бір жасағаннан сәтті, мінсіз шығады. Алдымен пирогымыздың тестісін дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқа, қант және бөлме температурасында әбден еріген сары майымызды қосып, барлығын жақсылап миксерлейміз, яғни массамыз аппақ болуы қажет. Одан кейін ұнымызға ванилин және де қопсытқышты қосып, барлығын бірден салып жібереміз. Оны алдымен қасықпен, кейіннен қолмен араластыруға болады. Бізде осындай өте жұмсақ қамыр шығады. Оны начинкасын дайындағанша бөлме температурасында пакетке салып қойып қоямыз. Ал енді пирогымыздың начинкасын дайындау үшін сүзбемізге қант, жұмыртқа, манная крупа және ванилин қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Кейін блендердің көмегімен езетін боламыз. Егер сіздерде блендер болмаса, онда шанышқының көмегімен езсеңіздер де болады. Ең бастысы бізде біркелкі масса пайда болуы қажет. 24 сантиметрлік форманы алып, осылай жан-жағын майлап аламыз, немесе пергаментте төсеуге болады. Және қамырымызды видеодағыдай етіп жайып шығамыз. Тестіміз көтеріліп кетпес үшін осылай шанышқымен тесіп шығамыз. Енді оған начинкасын құйып, қызып тұрған пеште, яғни 150-160 градуста 1 сағат пісіретін боламыз. Пирогымыз дайын. Енді оны формасынан босатамыз. Және де достар, жан-жағы осылай қызарып пісуі қажет. Одан ерте алып қойып жүрмеңіздер. Дәл осы күйінде 1-2 сағат суытатын боламыз. Міне достар, менде 1 сағаттың көлемінде тұрды, ешқандай да ағып кетпейді, өзінің формасын сақтайды, өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Қонақ дастарханға дайындауға да болады. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, қазақша каналдың өркендеуіне өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер.